жақсы. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Мұратбай Әзілбек, енді ауылдан бастадыңыз жұмысты, бірнеше жыл бастаған орынбасары болдыңыз. Баяндамаңыздан, айтқаныңыздан, түсіндіруіңізден сол саланың маманы екеніңізге көзім жетті. Дегенмен жаңа 2 миллиард 600 миллион бөлініп мәселеге ремонтқа? Ол берілген бірақ 2 миллиард 80 миллионға түскен. Сол қаржы қазір тендерлеріміз жүр. Бірақ өтініш, үлкен жауапкершілік сізге бас дәрігер тағайындалған. Соның сапасын бақылау. Аз қаржы емес ол. Сол жаңағы больницаның қажет деген жерлеріне әптеп басталған. Біздерде Ақтөбе орта мектепте депутаттық посттар болды, аманаттан болды. Бүгінге дейін созылды. Сондықтан бірден бастаған кезде басы қатты болса, аяғы қатты болады. Бірден жеңімпазға айтылады. Қалай бар құжат, солай жұмыс істейміз. Екінші мәселе, 23 балаға баланың туу саны азайып отырмайсыз. Бірақ айтпай дейді, баяндамада айтпаңыз. Отырмен салыстырғанда бала өлетін жоқ. Лайын болмайды. 23 балаға төмендеу болып келді. РПН-мен сіз халықтың санын 37 мыңға қаттыңыз. Бұрында солай етін мен білеміз. Бірақ ол шли төмен емес пе? Жоқ, РПН-де 39-дан көрші бізде дайын қазір. 39 мың. Ну, мейлі ғой. Ортасында почти 8 мың, 9 мың қалды. Енді стартпен 48 мың болды. Сіздерге ол РПН-мен түсінемін, сіздерге қайырылған адамдардан. КПН деген бар бізде сол. Түсінеміз. Енді бүгінгі күнге сізді айтыңыз, жалақыдан қай айды жаптыңыздар? Қызметкерлер. Бізде жалақыдан қарызымыз жоқ. Осы действующий айлықты 10 келесі айдың 10-ына да өте жақсы. Енді бағана кейбір сұрақтарды мен фактіге айтып кетейінші. Мысалы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру біз ай сайын төлеп отырмыз. Ләззат төлейтін осы сұрақты. Сондықтан шындап келсе, мен оны төлеп отқаннан кейін, мен өзім білемін. Мен жеке дәрігерге барып қараламын. Жоқ, Қаратаудың дәрігеріне қараламын. Жоқ, Тараздың дәрігеріне қараламын. Болмаса мен Алматыға барып қараламын. Ол адамның өзіне байланысты. Мен барғаннан кейін, олар портал бойынша тартып алады өздері. Бізде қазір даму-мет деген бар, өте Елжан Амантаевич мүлдие салды. Біздің Жамбыл облысында қиналса да қазір ең мықты дамыған мәселе. Мен өткенде Астанаға барсам айтамын, даму-меттен тартып алсаңыздар десем, Астана енді кіріп жатыр. Біздің Жамбылдың қай ауруханаға барсақ та даму-мет қой, мына кісілер қиналып, бірақ жөнге келді. Сондықтан ол жеке бардың, жоқ мемлекеттікке бардың, әркімнің өзі. Так, Мұратбай Әбзелбекұлына сұрақтарыңыз бар ма? Жұмыс көп еді сізде? Жұмыс көп еді. Жарылдап шауып сол жұмыстың жемісіне жетіңіз. Бірақ халық сіздікі, біздікі. Менің әріптестерім қойып жатқан сұрақ сол. Меніңше жаңа Мағрубек Сағынтаевич сұрақ қойып жатыр. Игілікке қанша қарыз? 26 миллион. Так. Игілік жауап отырдың енді, суыңызды беріп отыр, жылуыңызды беріп отыр. Ол сөзге қояр ешқандай неміз жоқ. Бұл сөзде сол сіздердің қаржы не істейді ғой жаңағы, өздерінің дебиторларын жабу үшін. 26 миллион көбіне шығар, бірақ бұл кісілер үшін келістік қой, бірақ жауап беріңіз. Сұрақтарыңыз жоқ болса, жаңа сізге не? Найыпқана бойынша мен айтып кетейін. Мен әріптестерімді айтқасын, соның ішінде медиа ашылған болды. Медиа барып көріп, сіздерді көріп, мен ИО облысының басшысы сізді шақырып сөйлескен. Қазір енді действующий жаңа басшыңызда ертең осы сөйлейтіні сөйлестік кіреді. Мәйітханада осы қаржыны сол кезде біз білмедік облысына қарап кеткеннен кейін. Оны біліп отыратынбыз бізбен байланыстырып. Осы қазір күрделі ремонтқа қанша жіберді? 30% берді, 36 миллион.
36 миллион. 36. Мен сол кезде бізге айтқаныңызда сізге қосылып жүргенде Облыс бюджеттен келді ма? территория позволяет өзіңіздің аурухананы сол жерде жаңадан салу. Жаңа айтып отырсыз, сіз 500 метр дейсіз, өйткені мен бардым, алып шыққан. Мен жаңа басшымызға сурет менде тұр, сіздің өзім шығарып барып, тағы да көзім жеткіземін. Әлде болса. Соның ішінде болу. Ол енді мен түсінемін, қанша қалайын қойсын, басқа қойсын. Ол енді мәйіт болса да, балалар болған, қасында балабақша тұр. Кезінде ол жерде құрылыс болмаған ба? Оны сіздің пікірін кетіп отыр. Ол мәселемен айналысамын. Мен не ертең дүйсенбінің басшымызды сөйлестім. Еліміз сөйлесем. Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса отыра беріңіз. Құрметті депутаттар, тұрақты комиссияның отырысында күн тәртібіндегі маған да кішкене тяжело. Күн тәртібіндегі бірінші мәселені тыңдап талқылаған болатынсыздар. Соған байланысты шешім жобасы бар. 39-да 2 шешім. Қараңыздар, шешім жобасының келісетін болсаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтап, қарсы, қалыс жоқ. Яғни 39-да 2 шешім берілді. Енді кезекте күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша да шешім жобасы бар. 39-да 3 шешім. Қарамаңыздар. Шешім жобасымен келіскен депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, яғни 39-да 3 шешім берілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі 3-ші мәселе бойынша аудандағы эпизодиялық ахуал, жұқпалы аурулардың алдын алу бағытында атқарылып жатқан және қаңғыбас ит мысықтарды аулау жұмыстары туралы сөз Берік Абдайұлына. Үлкен мәселе екен. Жаңағы мүшесі оқыды. Қайталап қазір сұрақтар қойып мәселені айтсын. Келісемін. Қайта айтсын. Келісемін, онда Берік Абдайұлы, сіз артынан маған сұрамаса, мен әкімнің ауылдағы есептерін сіздің өзіңізге байланысты проблема мәселелерге айтыңыз. Сосын біздің менің әріптестерім сізге сұрамын. Қазіргі уақытта Микрофон жүрді бағыңыз, қасыңызда. Сіз дұрыс тұрыңыз. қазіргі уақытта аудан бойынша біздің ветеринария саласындағы проблемалардың біреуі лақтымау жағдайы болды. 20-шы жылы салынған ветеринариялық пункт авариялық жағдайда бұл туралы енді бір ол әкімнің жылында біледі, осы барлық көрді. Ретінде бұл жайында ауданның төтенше жағдай мекемесіне хабарласқанбыз. Ол кісілердің қазір осы аудан әкімшілігі тарапынан жүзден комиссия шығарып, соны нақтылаңыздар, содан кейін ары қарай жұмыс жасауға болады. Жалпы бұл авариялық состояниеге бекітілгенді білмеймін. Қаншалықты оның жарамды болатынын. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселеміз қазір осы тұрған Ләззат ханымды жаңа айтып кетті біздің мәселемізді. Бұл енді біздегі ветеринариялық нысандардың қараушы болуы болды. Особенно мынау биотерапиялық жұмыстармен мал сою алаңында Сұрақтарыңыз бар ма, депутаттар? Мысалы, мен тапқыды сұрағым бар, кеше алдым Қамды ауылына бардық, сөзді ардагерлер сізге де сұрақ қойды. Келейді. Осы мәселемен 2 күн болды, не істейміз? жалпы енді ол кісінің өздерін айтып кетті. Бұл кене мәселесі барлық ауылда бар ғой, енді адамдар бір мезгіл өздеріне келді, малдарына абыройдан өздеріне жасау керек деп ойлаймын. Ал кене бойынша қырманды кезген бұнда да кенеге басы қазір 4 ауыл болып жүруші бар. Екі кезеңін жүріп өтіп қазіргі уақытта Бостандық, Аққұм, Жырау, Кеңес ауылы болып жүрді. Ол кісімен хабарластық. Жалпы ол кісінің айтып отырған маған ешқандай ненің қажеті жоқ. Көшеге жүріп өтсе деген кезінде осыдан бір 5-6 жыл
мына Сібір жарасы тіркелген кезде Аврора жасалып өткен, сонымен қателесіп отқанға дегендей тұрды. Жалпы енді Кенеге қарсы жұмыстар тек қана осы 4 ауылда болып өтті. Ал енді адамдар енді өздері қамтамасыз етеді ғой деп ойлаймын енді мамандар. Газет арқылы сөйлеуіміз керек қой. Сөйлейтініміз салып тұр. Ғалымжан Еселевич. Сөйткенін қазір шығып жатыр да, күн ұстап дейді, қорғақ шығып. Сондықтан енді газет оқиды ғой көбісі. Сұрақтарыңыз, депутатымыз. Екі сұрақ бар еді. Мынау проблемаларды ішіне көрсетіп отырмын ғой. Аққұм Бостанов шақыру Шарал ауданында есен-алты пункттерді газдандыру деген әңгіме. Мен кеше өздерімен бірге барып көрдім да Шаралдағы есен-алты пунктті. Бұл енді жобасы баяғы жоқшылық кездегі бір жоба мынау. Қарасаңыз ана жерде тапсырыс. Жылу пеші ортасында баяғы соғыстың кезіндегідей ортасына қойып қойған. Соған газ кіргізейік. Ана жерде бізде газда арналған ештеңе жоқ. Сондықтан енді кеше бір предложениеміз айтты, бірақ дәл мынандай жағдаймен соғылатын болса, қалғандарды дәл осындай жағдайда болсын соғылып газды жолына қойын деп отыр. Бірақ адамның көп жиналатын жерінде бізде мұндай мекемелерде оқшауланған болу керек. Екі шамсы мал соғылу керек, сондықтан алдағы уақытта соғылатындар болса, дұрысталып жасалмаса, ана жерде жұмысшыларда ешқандай жақсы жасалмаған, әжеп просто кірігу керек та, отыру керек та, кету керек, қағаз толтырып деген сияқты нәрселер. Біздерде мысалы вакцинасы бар, ертең ана сынамалар алады, басқалар қалай келген, анау мынау деген тұрдай нәрсе, просто егу керек. Жағдайлар алдын түсінкім білем бұл жағдайды. Бұл жағдай тек қана Шаралда емес. Қазір бізде қауымды жаңадан салынды. Сондықтан сіздер басқармаға айтып қой, бір нәрсені түсіндім. Қазір бұрынғыны кешірмен қарайықшы. Қазір мысалы үшін бекпункт салынды. Сіздерге басқармаға рахмет. Инициатива көтеріп, өздері сап беріп жатыр. Басына тоғытуын сап беріп жатыр. Бәрін колонканы ұрып беріп жатыр. Енді мына бекпункт. Ол еріне ақша бөліп отыр ғой, облыстық. Осыны бітпесе, оны ғимаратқа жылуды ойлау керек қой. Тем более сіздерге анықтама үшін қыста да тоқтамайды адамдар, келді. Сондықтан сіздер басқарма басшысына барып айтпайсыздар, кім еді басқарманың басшысы? Бекбаев. Біз ауылдың тұрғындарымен кездесіп жатырмыз. Әйтпесе сессияда мәслихаттың депутаттары көтеріп, ана кірді, ортада пеш деген үйсің, барлық ауылда газ бар бізде қазір. Таулы аймақта да тартады, көп жылдан басқасы. Сондықтан бізде газ бар. Осыған газға кіретінді проектті қосып жіберсе болады қазір құрылысшыға. Құрылысшыға айтыңызшы қазір салып жатыр. Соны қайдап салып беріп кетеді сізге. Ортасынан салған не пешті? Енді біз нейміз қой? Камчатка, Чукоткада тұрды тұрмыз. Ортаға демір пеш қойып, айналасында. Еке, жаңа басшысыз бізге адам. Сізге тапсырма, шешімді көрсетейік ғой. Мысалы қайталауын айналып келмейтінді жасамайсыздар. Кейін сіз ауысып кетсеңіз де елдер айтады ғой сіздің маған. Мен осы Берік Әбітайұлының керемет шешімімен осындай мәселе салды. Сіз жаңа Аққұмда айтып тұрсыз, әкіммен барып көрдім мен оны жарып. Әне оны кімге Шакировке бар. Шакировке көрдіңіз ғой, жарылып тұр. Оның төбесінде сіз өтейіпті итті жасаймыз, төбеде тұтым жоқ. Әжім бір панель қапы болсын. Осының бәрі комплексін шешіміз еді. Басшыңызда жазбаңыз, суретке түсіріп алыңыз. Сөйтіп жаңа Бекбаев мырзаны қойыңыз. Жаңағы әңгіме жоқ. Жаңадан салынып жатқандардан жұмыс болмайды. Салынып кеткенде мынаған қайта түгел бүлдозермен сүртпесе де крышаны қайтадан жауап береді. Ешкім белгісі бар деген? Келсін. Бұл туралы енді облыстағы басшыларымызға хабардар. Суретпен бастаңыз, зарар. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Адырақ көшіру, микрофоныңызды өшіре салыңызшы. Басқа бізге айтамыз. Енді сізге келді, әйтпесе қаланың әкімімен бірлесіп жұмыс істеген арқасы, мен көбінде жұмысқа келерде, кетерде жаяу жүреміз.
жабайы иттермен қараусыз иттермен мысықтар азайып вот осы жұмыста күн тәртібінен түсірмейміз. Күнделікті күн тәртібінен Ауыл тараптарында да солай. Жақсы, онда сұрақтарыңыз жоқ болса сізге отыра беруіңізге болады. Депутаттар тарапынан қолдау болады, елбасы. Тек жұмыс істеңіз. Рахмет. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселеге қатысты шешім жобасы бар сіздерде 39-да 4 шешім. Александрович, қарап отырсыз ба? Шешім жобасымен келіскен депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақта қарсы қалыс жоқ, яғни 39-да 4 шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселеге қатысты уақытша комиссиялар құрылып, зерделеу жұмыстарын жүргізген болады. Зерделеудің қорытындысы бойынша анықтамамен таныстыру үшін бірінші топтың жетекшісі Абдрахман Көшеров мәселе. Слайд көрсетуге салатыңыз. Құрметті депутаттар, бүгінгі біздің сессия қатысушы мекеме басшылары, біздерді 26 ағымдағы жылы мамырда талқылаудан бастап төрағасының 16-шы сессияның мәселелер бойынша анықтама дайындау мақсатында мәслихаттың депутаттарын жинақтар аппаратына қойған уақытша комиссия 17 маусым күні тестін алынып тексеру жұмыстарын жүргізді. Енді қазір әрқайсыңыз өздеріңіздің баяндамаларыңызды айтып кеттіңіздер ғой. Сондықтан мен бұл заңды оқып жатудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ сол жердегі шешілмей тұрған тәртіптерді атып өткіздігінен. Бірінші кезекте мынау ауыл шаруашылығы бойынша жаңа айтылды, беріліватқан аулалар бойынша беріліватқан несиелердің жұмыс істеуі жөнінде. Сондықтан мынау Асқар Базарбайұлы жаңа келіп жатыр екенсіз, жұмыссыз барлығын тілейміз. Рахмет. Сондықтан осы күрделі мәселе. Сондықтан біз берілген нәрсенің оның пайдасын көрдік. Өзі қиналып жүрген адам еще проблема қозғалмайды деген әңгіме. Сондықтан осы алдыңғы берілген несиелерді қалай қызмет атқарғанын, қалай одан бері қалаларға елбасы күрделі мәселелер бар ма шешілмей жатқан, осы басқа ауылдарда да қайталанбау үшін соларға сіздер бір мониторинг етіп, сол басқа жаңадан басталып жатқан шаруашылықтарға алдын ала ескертсеңіздер деген ой. Екінші жағдай осынау жобалау бойынша болды. Кеше хабарлап өткен кезде проблема бар. Әкімнің алдында шықты. Мұндағы ауыз су неден ағын суда проблема. Ауыз су жөнінде кеше айтылды. Сондықтан мен ойлаймын, бізде жергілікті әкімге деп қоя саламыз көп нәрсе. Ал жердегі сол су жүйесін басқарып отырған мекеме бар. Оны ары қарай бақылап отырған әкімшіліктің орынбасары бар. Сол кісілерде осыған қатысып, осы тірліктерді шешіп өтсе. Екінші жағдай, қазіргі жағдайда мысалы қысқа дайындық деген жұмыс жүріп жатыр. Сол су жөнінде, ауылдағы мектептердің жылу жөнінде әңгімелер бойынша біз осы көктемнен бері мәселе көтеріп келе жатырмыз. Соны басқаратын орынбасардың алдында айына хотя бы 2 рет жиналыс өткізіп, бұл жұмыстардың атқарылу жөнінде есеп алынып отырса деген. Осы сәуір айының басында осындай активиттер атқарылды, қазір тоқтап қалды. Қазір бұл жаздың ортасына келді. Жұмыс жүріп жатқан жоқ. Кімде қандай проблема бар деген сияқты әңгімелерді қозғайтындай осы бір жүйелі түрге көшу керек деп ойлаймын. Біз оны сессияда анда-санда кездескенде шешкеннен ертең біз уақыт күтіп отырмайды. Сондықтан осы жерде осындай мәселелер қолға алса. Жаңа ағын су бойынша айтылып жатқан жақсы келді, оны игеріп алудың өзі өте қиын болды. Себебі бізден ары қарай жатқан сансолланып жатыр. Біздің ол екеуінің ортасында өмір бойы жатқан ұсталыс өзен ағысы екі ауылдың ортасында, екі ауданның ортасында проблема.
алдар бізге жетсін дейді, біз экологиялық жағдайда отырмыз дейді, біздегілер айтамыз, мынау біз ауылымыздың маңайындағы шаруашылықтарды біз реттеп алайық дейміз, бірақ айқай-шуға созылып жатады. былтырғы жылы облыс әкімінің орынбасары Әбілқайыр Мырзағалиевке қатысып, сол жүктерді көшіп реттеді. Біздің орықтан төмен қарай жаңағы қазсушардың балансына өтпеген біздің су жүйелеріміз көп. Сол жылдағы проблема. Сол жерлерде айтылған, кей жерлерде жүздерге, басқаларда жөндеу жұмыстарын жүргізілген. Бүгінгі күнге әлі ештеңе шешілген жоқ. Кешегі жаңағы сарсуалдардың бұзып жіберген сол жердегі өзеннің жағасы айтып жатыр. Онда оның әкімі өзі шешілмейді. Ауылдың әкімінің құзырында емес, айтылымыз бар. Сол жөнінде біз облыстың әкімінің мамандарын шақырдық. Сондықтан бұл жағдайда осы Асхат Базарбайұлы мен ауыл шаруашылығы сізге қарайтынша, сондықтан осы жөнінен осы тірлікті ары қарай жалғастыруымыз керек. Құдай қаласа күні қарай суда қайтып келеді ғой, осы проблема қайтадан басталады. Сондықтан 70 метрдей жерді қайтадан қалпына келтіру деген әңгіме ол айтылып, бірақ шешілмейді осы. Сондықтан осы қазсушардың, содан кейін сол шоғырға дейінгі су жүйелерінің қазсушарын өткізу мәселесі. Құжаттар шетінен дайындалып жатқанда шығар, бірақ ол да қаражатта қажет ететін тірліктер. Сондықтан бұл да бір бақылауға алып отырып жұмыс жасалмаса, ол жылдан жылға өтіп жатқан проблемамыз біреу. Енді Қызылалтын ауылы бойынша саралап өттік. Бұл жерде әкім жаңа бірақ істеп жатқан жұмыстары көңілге қонарлықтай болып тұр. Қазіргі бастамасы ауылдың қасында биылғы жылы екі көшеге жаңағы асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Мен естіген өздеріңізде байқаған шығарсыздар, жаңағы Ақкөл сауда тасжолын жүргізіп жатқан кісілер екен, сапасы жақсы екен істеп жатыр. Солар келіп істейді деген әңгіме болды. Солардың мен айтып жатырмын, техникасын пайдаланып, бұл жерде де проблемный жерлер бар. Ақкөл ауылында бір көшенің тас төсеп алу деген сияқты әңгіме, көшесін тегістеп алу деген сияқты. Содан кейін Қызылайыр ауылының іш жағындағы мынау асфальттен басқа төселмейтін кішігірім көшелерді тегістеуді соларды пайдаланып қалай сол жерде жұмыс болады. Енді Бөлтүр Шешен ауылы бойынша бұл жерде де проблемалар жазылған. Бұл жерде ауылға жазылған кетіп жоқ, бірақ ауылдың өзі жазылған қамтамасыз етілген Бөлтүр ауылдарының іші. Бұл да құжатта келтірілетін нәрсе. Сондықтан ауылдармен сол құжаттарды келтіреді. Әлде осы уақытта бұл жаз айы құжаттары реттелсе, күзге дейін солар қосылса, біздің әдетіміз жаз айы проблема болады да, әркім өзінің проблемасын кетіп қалады да, күздігін күз оқытқан күні бірінші күні сол жылу жағдайын ойлаймыз да, солар дайын болмай шығамыз. Сондықтан осы тірліктерді қарау керек болып тұр. Және бұл ауылдардан осы аталып өткен шаралық емес ауылдарындағы жаңағы әлеуметтік нысандарды жазған бұл жөнінде. Бұл жөнінде әңгіме болған әсіресе мектептер. Былтырғы жылы 8 мектепте сонда газ жүйесіне қосылуымыз керек еді. Шаманың келгенше Сағынтаевтар мектебі қосылды, қалғандары қалып кетті. Сондықтан осы жұмысты қазір қолға алмасақ, оған қоса қазір бізде Ақкөл менен Қызылайыр қосылып отыр ғой, тағы бұрын ғана 8 ауылдағы мекемеден басқа. Сондықтан биылғы ол да көлемді жұмыс болып тұр. Сондықтан игілік мекемеде сайын алатын жұмысы осы түріне осында уақытылы қолға алып жүргізуіміз керек болып тұр. Сондықтан осы біздің зерделеу барысында шыққан мәселелер осындай болып тұр. Оны мен айтатыным, жаңағы бүгінгі сессиядан қалып кетпей, алдағы уақыттарда әкім орынбасарларының өздерінің салалары бойынша кездесулер өткізіп, қорытындылар болса ай сайын деген. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса. Баяғыдан басқа сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Жаңа көрдіңіздер бе, құрметті сессияға қатысушылар, әкімдер, бөлім басшылары.
бүгін ыстықтығына қарамай кісілердің негізгі жұмысы бар. Дейтұғын осы сессияны дайындау барысында бәрі ауылдық округтерді көріп шығып жатыр. Сіздерге айтатын мәселені осында көтеріп жатыр. Аппарат Бауырбек Сәлімович, жаңа айтылған ұсыныстарды түсірдіңіздер. Нұрмұлан Абдрамажитовмен келісейік. Тиісті сала орнасыларды мен жаңағы қысқа дайындық мәселесі, басқа мәселелерді қарай беретін шығар. Мен идеясына айтуға қызық, сіздер сұраған. Негізі мәдени нысандар, әлеуметтік нысандарды газы, дәл бізде газ бар ғой қазір. Газға жылуды қосып алсаңыз, ол облысқа бағынсын, ол бізге бағынсын, құлағымыздан шығып. Газы бар әлеуметтік нысан қалай дегенмен де жылу көмірмен зарядкада. Бағасы да арзан. Сондықтан бәрі бұл кісінің де қызығушылығы бар ғой, газды потребность көбейсін пайдалану үшін. Сіздікі елдің батасын аласыз. Білім басқармасына бармыз. Серікпіз. Денсаулық сақтау басқармасы. Ну енді мен білім отырдым, ЖКХ болады құрылыс. Бірақ сіздерге қарай ғой. Ертіп алыңыз екеуі. Bir күн әңгіме сұрамыз да, екі бөлім басшысын ертіп алыңыз. Біз Асел Ибрашқызы екінші уақытша топтың баяндамасын тыңдадық, қайта тыңдаудың қажеті жоқ шығар. Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша 39-дағы шешімнің жобасы бар, құрметті әріптестер. Шешім жобасына жаңа айтқан ұсыныс қосымшалар басшылыққа алып, шешімді жобасы негізінен бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Жақтап, қарсы, қалыс жоқ, бір ауыздан 39-да 5 шешім бекітілді. Тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында әртүрлі мәселе бойынша ұсынылған 5-ші мәселені талқылаған болатынсыздар. 5-ші мәселе бойынша 39-да алғы шешім жобасы бар сіздерде. Меніңше оған алып қосарымыз жоқ. Шешім жобасымен келіскен депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Жақтап, қарсы, қалыс жоқ, 39-да алғы шешім бекітілді. Құрметті әріптестер, депутаттар осымен алған мәслихаттың кезекті сессиясын қарауына ұсынылған мәселелер толығымен талқыланды, шешімдер қабылданды. Жаңа 4 ауылдық округ әкімдері бойынша біз қызыл әуеттеп, оған енді тұрақты комиссия жан-жақты талқыланып, сондықтан қажеттігі жоқ дедік. Сессия жұмысына қатысты пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар ма? Ендеше аудан мәслихаттың кезекті 39-ші сессиясы